Баршаңызға сәлем достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз ерекше дәмді болып шығатын банкетный бауырсақ дайындайтын боламыз. Ол үшін осындай ыдысымызға тұзымызды және жұмыртқа, ерітілген сары май және майонезімізді салып, осылай араластырып аламыз. Енді жылы сүтімізбен суымызға шекер мен дрожжды салып, осылай апара дайындап аламыз. Осылай апарамыз дайын болғаннан кейін ыдысымызға құйып, ұнымызды електен өткізіп, керегенше қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз осылай әдемілеп жұмсақ қылып илейміз. Міне 15-20 минуттан кейін жылы жерге орап қойған қамырымыз осындай әдемі болып жұмсақ болып көтеріліп шығады. Қамырымызды енді астына ұн сала отырып әдемілеп жайып, стақанның көмегімен осылай немесе дайын форманың көмегімен осылай домалатып алатын боламыз. Мен банканың көмегімен істедім және оны да тағы да жайып отырып бетіне жылы шүберекті қойып 15 минутқа май қызғанша бетін жауып қоя тұрамыз. Мінекей майымызды қыздырып дайындап алғаннан кейін астын отын кішкене жайға қойып, бауырсақтарымызды пісіруге қоямыз. Мінекей біздің бауырсағымыз әдемі болып пісіп жатыр. Осы піскен бауырсақтарымызды аудара отырып қызартып алатын боламыз. Сіздерде жасап көріңіздер, бұл ерекше тәтті болып шығатын бауырсақ және 2 күнге дейін өзінің балғын дәмін жоғалтпайды. Сіздерде жасап көріңіздер, описанияға қалдырып кететін боламын рецептісін. Егер менің осы видеоларым ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда көптеген қызықты рецептермен бөлісіп отыратын боламын.